Сәлем достар, қалайсыздар? Біз көріп тұрғандарыңыздай, біз осындай заброшенный домға келдік. Мә достар, қараңыздар. Ержігіт, мынаны қарасай. Мынау неше жылдан бері қалып қойған үй? Примерно 50-100 жыл болған сияқты ғой, наған, е? Мә, қараңыздар. Оля, ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Сұмдық нәрселер бар сияқты ғой, е? Біраз нәрселер бар сияқты ғой мынаның ішінде. Мә достар, біздің видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, осы үйдің ішіне кіретін боламыз. Дәл қазір жазып өтіңіздер комментарийге. Не бар деп ойлайсыздар ішінде? Ал кеттік достар, мынаның ішіне кіретін боламыз. Қазір не бар екен? Бірінші сыртынан көрейікші, қалай екен мынау. Мына аяқтағы үйді қараңдар. Үйлер көп, заброшенный домдар көп. Қараңдар. Сындырып тастаған ғой кәдімгідей, иә, ержігіт, иә? Мә, қараңдар. Ескі болып қалған ғой. Бұның ішінде өрмекші, сөрмекші дегендер көп. Светті қарасай. Тым жоқ қой мына жерде, иә? Давай достар, үйдің ішіне кіреміз ба? Иә. Қараңдар. Есігін қара. Не дейді? Қолтанып тұр ма? Несіне қолтақ болған? Мынаяқтың бәрі сынып тұр ғой, е? Мә, қараңыздар достар. Быт-шытын шығарған ғой мына жердің үйдің. Мә, достар, қараңыздар. Мә, қара. Ішінде елес жоқ па әйтеуір? Мына жерді қарасаңдаршы, тікен. Мә, мына жерде шынымен 100 жыл болған сияқты ғой, адам тұрмағанына. Қараңыздар. Кәдімгідей орман тікен болып кеткен ғой, қараңдар. Мә, достар, қараңыздар. Орман тікен болып кеткен ғой мына жер деген. Мә, қара. Жастық тұр мына жерде, адам тұра ма? Елес тұрмай ма әйтеуір? Қара. Өтелмей жатсың ба? Қараңдар достар. Қорқынышты ғой мынау деген. Мә, достар, қараңыздар. Ержігіттер мына шөптен өтелмей жатыр ғой кәдімгідей, е? Ну, орман болып кеткен ғой, қараңыздар. Көрсетейін ба? Қарасаңыздар. Мә, қараңыздар. Кәдімгідей ескі үй болып қалған, 100 жыл болған шынымен де мына жерде. Мә, қара, не болып жатыр? Мынаяқ сонда не болып кеткен? Мына үйді көрдіңіздер ма? Вообще жаман болып қалған ғой. Көрдің ба, ержігіт? Тастап кеткен ғой адамдар деген. Давай мына есігін қарасаңдаршы. Ашыла ма? Мә, қараңыздар достар, кіріп баратырмыз біз уже үйге. Ішінде біреу жоқ па? Білмеймін. Мә, достар, іші қорқынышты сияқты. Бисмиллахиррахманиррахим. Мә, қараңыздар. Адам өмір сүреді-ау деп мынаның ішінде. Иә? Біреу бар сияқты, қарасай. Біреу нан жепті. Қара. Ержігіт, мына үйде біреу өмір сүре ма? Нан жеген ғой, қара. Мә, қараңыздар достар. Бай, не ғой шықырлап атқан? Қайттан далаға шықтық. Қарлығаш па, жарғанат па? Жарғанат па? Жарғанат па? Қарлығаш даусын жарғанаттың даусын дей алмайды. Қарлығаш па? Бергел, Иконай, бергел. Құйрық айыр дейсің ба? Білмейм, көзімізге түсіп кетпес андай болып, көзіміз көрмей қалады. Қарлығаш сияқты, қара. Ішінде біреу бар сияқты. Біреу бар сияқты. Біреудің кісісі. Қорқып тұрмын бірақ кіруге. Негізі қарлығаш ше. Бізді қуып жіберді-ау деймін әдейі, е? Қарасаңыздаршы достар. Үйде қарлығаш, құстар бәрі кіріп кеткен ғой. Ержігіт, бергел. Мынаның ішінде негізі балапан да бар-ау, шырылдап жүр ғой. Ұясы бар сияқты ғой. Не, ұясы тұр екен. Бергел, ержігіт. Кіруге болмайды, шырылдап жүр. Достар, біз қайтадан кірдік үйге. Ойбай. Ай, кіре алмай жатырық. Қарлығаштардың үйі болып кеткен-ау деймін. Мына жақта бір құпия бөлме бар сияқты. Сол ғой, құпия бөлме бар сияқты. Біреу бар сияқты. Кіргізбей жатыр, жүр. Жаппай еші. Несін құс Аржағын көрейді.
жақта екінші бөлме бар сияқты. Бар ғой, бірақ кіре алмай тұрып қой. Қарлығаш кіргізбей тұр, иә. Былайынан көрсете салайын да уж. Қараңыздар. Кәдімгі адам тұрып атқан үй ау деймін, бірақ қарлығаштар ұя салып тастапты. Қорқынышты болып тұр, иә. Көрдік жаңа, андай не болып тұр ғой. Есіктің жақтайда. А? Ашып көрді. Мына қараңыздар. Сүлгі? Ошақ тұр. А? Біреу тұрады ғой не? Сүлгі ма, әлде зонтик па? Зонтик қой. Зонтик па? Мәссаған. Анау есікті жақ. Қараңыздар. Вай, 100 жыл болған ғой, ошақ тұр, мына қара. Не болды? Сен де бірінші рет көріп жатсың ғой деймін. Бәсе итеріп тұрып қарап жатсың. Шығып кетті ма? Қараңыздар, құстың ұясын қараңыздар. Жабылмайды. А? Жабылмайды. Жабылмайды. Мына қара шайнекті қара. Біреу шай ішкен ау деймін. Мына қараңыздар, мә, мына жақта бұл. Мына қара қарлығаштың ұясы деген топ тұр ғой мына жақта, иә. Көп. Ар жақта тағы құпия бөлме бар екен. Бар ғой, бар, бірақ не сияқты? Кіре қорқынышты. Ана жақта дәй ұзын бөлме бар, ана қара. Айнасы бар бөлме сияқты. Лабиринт сияқты ғой ше. Иә, лабиринт сияқты, иә, ер жігіт. Ja. Құстар көп сияқты ана жақта. Негізі ше құстар бар емес пе? Біз осы үйді тартып алады деп ойлап тұр ау деймін, иә. Өйткені деген ше қатты шырылдап кетті ғой жаңа. Балшықпен жапқан терезені көрдіңіздер ма? Иә. Барайын десем қорқып тұрмын. Ара шкаф тұр. Мына шкаф. Ер жігіт барып көрейік дейді. Қорқып тұрмын мен деген ше. Өкінай. Ар жағында тағы бөлме бар екен не? Бар ғой, бірақ қорқып тұрмын. Жүр шақырайын. Құс жүр ма? Мына қара. Киім үтіктейтінді қара. Жүр Өкінай, қорқам мен. Жауып қоя салайықшы. Жабылмайды. Жабылмай ма не? Әдейі ашып қойған шығар құстар. Мә достар, қараңыздар, ужас, иә, ужас. Адам тұрмаған ғой мына жақта, иә. Бірақ нан тұр ғой, біреу тұрып кеткен ба, соңғы рет. Сондай сияқты ғой. Болмаш. Короче, қорқынышты екен мына үй деген ше. Үйге қысы ғой. Иә, ашып кете салайық па? Жауып кетсе. Мынадан кіретін шығар құстар, иә? Тесіктерден ба кіретін шығар, жаңағы құс шығып кетіп. Төбеде де не бар екен, мынандай тесік бар екен. Короче, құстар содан кіреді екен. Қорқынышты ғой, иә? Мына жақта да үйлер көп екен, иә, заброшенный домдар. Ер жігіт, мына қарасай. Ананы қарасай. Анаған кірсең басқа әлемге кіріп кетпейсің бе? Білмеймін. Ана қара. Басқа әлемге арналған есік тұр, ер жігіт, қарасай. Ана қара. Басқа әлемге баратын шығармыз. Қорқынышты ғой, мына қойшы. Қоямыз. Қорқынышты, иә. Әлде достар кіреміз ба? Сіздер, иә, кіреміз десеңіздер, кіреміз соған. Достар, біз осындай заброшенный үйге кірдік, сіздерге көрсеттік. Егер біздің видеомыз ұнаса, ер жігіт не істеу керек? Лайк басып комментарий жазу. Және бізге тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Егер сіздерге осы видео қызық болса, мына үйдің ішіне толық кіретін боламыз, және мына жақтағы үйге кіреміз. Достар, бізге айтыңыздар, егер сіздерге қызық болса, осы қалып қойған үйлерге кіретін боламыз. Сондықтан лайк басып комментарий жазып бізге өз жауаптарыңызды жазып қойыңыздар.